Бізде мне автобонус егер келді, Айман Татина. Не алдыңыз айтыңызшы, бонус, үшінші бонус, я? Үшінші бонусымды алдым. 3 бөлмелі квартира алдым, я? Мен просто в том году квартира алғам, 6 декабрьда алыппын. Сонда өзіме сөз берген, мен жылда бір үй алам деп. Знаете, автоматически 6 декабрь. Мен 6 декабрь үй алдым. Екінші үйіңізді алдыңыз? Я, екінші үйімді алдым. Знаете, Алматыда жүргенде мен ойлағанда жоқпын. Бір-ақ күнде решение принимать еттім ғой. Бардым, ойладым, сперва машина алайын ба деп қымбат. Сосын қой, пойдет. Сразу үй алдық та, сразу барып машина салдық. Вообще, нан алған сияқты. Классно. Знаешь, сол күні жылап, это слезы, радость. Мен никогда ойлаған жоқ. Корыл клубқа келмесем, мен бір күнде үйме машина аламын деп кім ойлайды? Вообще, 2 үй, 3 бөлмелі и 1 машина. Да? За 2 года. 2 года болған жоқ. Берекелі бизнес, действительно берекелі бизнес деп айтуға болады. Бұл жерде, оказывается, бар. Сондықтан, қыздар, мен бірінші Аллаға вообще мың алғысымды айтам, сосын өзімнің әрекетім. Мен ешкімнен адам сұраған жоқ. Мен келдім осы жерге, мен звонилар да білген жоқпын. Үй алам дедім, 7 айдың ішінде үй алдым. Сосын үй алғасын сразу мен Гүлназға да айтатым, мен келесі жылда бір үй алып отырамын деп. Вот мен мысли материализуется. Қорықпаңдар, жыламаңдар. Не ойлайсыңдар, сол болады. Не ойлайсыңдар? Только вперед жасай беру керек. Только вперед. Мен ешкімді тыңдаған жоқпын. Басында 55 адам туыстарын танысам шақырды. Айман, лохотрон, деп бәрі күлді. Мен қараған. Жұрттар күліп, мазақтаса сендер сынып қаласыңдар ғой. Мен айттым, адам жетеді, істемесіңдер, мақым бәрібір дедім. Енді сестрам артынан қалмайды да, қалай істедім. Сестра, карманы разы. Карманы разы. Мені лохотрон деп мазақтады. Мен просто вот әсем амаса Гүлназға мен постоянно қалмайтын. Молодец. Басында мен постоянно түнде звондағанда Гүлназ айтатын, Айман менің байым қызғанады деп. Сен айтты ғой, ұйықтап жатыр бәрі түнде 2-3-те звондайтын Гүлназға. Сөйлесіп отыратын басында. Мен звондайтанда прет қой мына жерде энергия. Звондап айтып ақылдасатын. Гүлназға адам берейін, ақылдасам, если мен когда увереннамын ғой, сонда Гүлназ, я дұрыс дегенде 100% уверенно, спокойно отырасың да? Молодец. Молодец. Это вообще. Просто мен даже ойлаған жоқпын, аяқ астынан. Просто өзіме мақсат қойдым, жылда бір үй аламын. Знаешь, что мен ойладым, бірінші ұлыма әперемін деп, ұлымның атын әпер, сосын өз атым аламын дедім. И представляешь, өз атым алыппын. Супер. Өзінің атына машина мен, енді қызыма әперемін деп, мен өзім мақсат қойғанда сөйтіп, просто двигаться надо. Не надо говорить, что это команда бүйтеді, сөйтеді. Сөніп қалма. Вот Зинаида Деревьева айтты ғой, мен только у Господа прошу. Мен бар ғой, только Алладан ғана тілеймін да и әрекет істеймін. Адам бер, сені күтіріс деп нетпеймін. Адам деген жетемін қарамаңдар. Арманыңызға жете беріңіз. Супер. Күн болғатты ғой да? Мен бар ғой, оны білген жоқпын бар ғой. Ең бірінші қуанышымен Әсемге жылап бөлісіп жатырмын да. Акасы Әсем түсіп жатыр. Негіз сондай береді. Айман деп қоптыр басқысы береді. Мен бар ғой, ешкімге айтқан жоқпын. Думаю, полностью оформил, не тем, сосын бірақ айтам деп. Таңертең барып үйді BI группта оформил, да? И сосын нені оформил? Машинаны оформил жеткен, сосын звондап, Супер, молодец. Естественно болып кетті, да?